Қайырлы күн, құрметті кітапқұмарлар. Менің қолымда Мэри Шеллидің Франкенштейн or Frankenstein or the Modern Prometheus деген кітабы қолымда. Бұл енді классикалық шығарма. Франкенштейн дегенде құлағымызға ең алдымен көз алдымызға қорқынышты, құбыжық, хоррорға негізделген фильмдер ойымызға түсіп жатады. Мен өзім көрмесем де, менде сондай ассоциация болды. Және осы кітапты көрген кезде сол қызығушылық танытып мен оқыдым. Жалпы бұл жанрдағы мен өзім мәтіндерді қатты ұнатпаймын, бірақ дегенмен түпнұсқа болғаннан кейін, бағасы да қолжетімді болғаннан кейін мен алып оқып көрейінші дедім, және ағылшын тілінде жазылғаннан кейін. Автор Мэри Шелли сонау 18 ғасырдың соңы, 19 ғасырдың басында өмір сүрген. Ойлап қараңыз, сол уақытта жазылған кітап өзінің маңыздылығын әлі күнге дейін жоймаған. Әлі күнде мыңдаған сатып алушылар мен сияқты алып бұл кітапты оқып танысып жатыр. Соншалықты оқиға желісінің заман өтсе де, ол оқиға желісінің актуальный болуы, өзекті болуы бәлкім сол тартымдылығына байланысты шығар. Жалпы Мэри Шеллиді өте сондай интеллектуалды отбасында өскен, әкесі саясатқа жақын болған, премьер-министрдің қарамағындағы адамдардың бірі, оқыған, көз ашық, және өзінің балаларына, қыздарына да сондай жақсы бір бекзадалық, тәрбие, білім беруге тырысқан. Мэри Шелли әрине сонымен сусындаған. Одан кейін өзінің жолдасы да саясатқа жақын болған. Яғни Мэри Шеллиді тіпті сол кездегі Англиядағы әйел құқықтары, әйел теңдігідегі пионер деп айтады ғой, алғашқы қадам жасаған, сол туралы пікір айтқан, сол туралы жазу жазған алғашқы интеллектуал, зияткер адамдардың қатарынан, оның ішінде әйелдердің қатарынан тани аламыз. Енді оқиғаның өзіне келетін болсақ, оқиғаның басты кейіпкері Виктор Франкенштейн. Франкенштейн дей берекші жарайды. Кириллицада, орыс тілінде осылай дыбысталады ғой. Виктор Франкенштейн Швейцарияда, басында Италияда туады, одан кейін Швейцарияда өсіп, сол жерде білім алған жас жігіт. Химияны өте жақсы көреді, білімге құмар, оқымаған, пәлсапа кітабы жоқ. Соны білімнің өтіп кеткені соншалықты ғой. Адамда негізі сондай болады ғой. Адам өзін құдаймын деп санай бастайды да. Бір сондай бір идеяға алып келеді. Неғұрлым көп оқыған сайын адам құдайынан алшақтауға тырысады екен да. Өйткені ол мен көп білдім деп, эго алға кетіп қалады ғой. Мен көп білдім, мен көп оқыдым, көп таныдым деген сияқты. Енді ол айтады, өз бетінше, мысалы, бір жаратылысты мен дүниеге әкелуге тырысам дейді. Ол үшін өте көптеген лабораторияда химиялық эксперименттер жасайды. Яғни, егер де табиғатта, мысалы, Алланың жаратуымен бір еркек, бір әйел дүние бір араға келіп, егер жаңа өмірге, мысалы, нәрестеге, сәбиге немесе адамға өмір берсе, ол айтады, бұны мен осындай қарым-қатынастан тыс жасай алам. Яғни, ешқандай табиғи жолмен емес, былайша айтқанда, оны лабораториялық жолмен мен өмірге адам алып келе алам дейді. Яғни, сол теориясының бойынша бұл 6 жыл еңбек етеді, лабораториядан шықпайды, күн демейді, түн демейді. Оны не істейді дейсіз? Мынау жаңа тіршілікті шығару үшін ол мынау кладбище, адамдар көмілген жаңа зираттардан шықпайды. Сол жердегі адамдарды қазып, солардың мүшелерін алып, жинап әкеп, құрт құмырсқадан тазартып, әйтеуір бірдеңе қылып, бір адам жасап шығарады. Оны адам деп айтуға келмейді, енді былайша айтқанда құбыжық дейді. Бірақ сол жасаған күні ол өзінің құбыжығынан шошиды. Өзі жасап алып, өзі қолымен, одан кейін шошып, мен не істедім, не бүлдірдім деген сондай бір ойға келеді, сол лабораториядан безіп кетеді. Құбыжығы сол орында қалады, ал өзі қатты науқасқа шалдығып, ауруға шалдығып қалады, өйткені өте үлкен стресстен мен не жасадым дейді жаңағыдай. Ал енді ол тіршілік иесі құбыжық әрине саналы құбыжықты шығарды ғой, жасап шығарды.
ол өз бетінше қалады. Бұл өзінің аяғынан тік тұрғанша біраз уақыт өтеді, оның досы келеді оған жәрдемдесуге, әке-шесі оның шешесі қайтыс болған, әкесі хат жазып үнемі бұны елге қайтуға, жаңағы елге болғанда өзінің туған қаласына оралуға өтініш жасайды. Денсаулық қалпына келгеннен кейін ол еліне қайтады. Оның өзіне бір жыл, 1,5 жылдай уақыт алады. Енді құбыжық туралы біз ештеңе білмейміз. Ол келесі күні лабораторияға барған кезде орнында ештеңе қалмаған болады. Сөйтіп 1,5 жыл өткеннен кейін бұл науқасынан айығып, өзінің жасаған жаңағы эксперименттердің барлығын ұмыттық десек те, немесе ұмытуға тырысып, еліне қайтады. Бірақ еліне қайтқан күні оны қайтатын кезде үлкен бір трагедия күтіп тұрған болатын. Оның туған бауыры Уильямды біреулер буындырып өлтіріп кетіпті көшеде. Және оны өлімін сол үйдегі бір нәзік, сондай бір момын қызметші қыз баладан көреді. Және соны соттаймыз деп, жаңа түрмеге тығып тастайды екен, ана қызды зынданға тастайды. Сөйтіп бұл Виктор қайтып келеді, сол оқиғаның үстінен түседі. Бірақ сол күн түнде ғажайып болады, ол өзінің жасаған құбыжығын көреді. Сол кезде ол түсінеді, Уильямды өлтірген анау сорлы қызметші қыз емес, бірақ өзінің жасап шығарған құбыжығы екенін. Соны, бірақ ол Виктордың да бір арамдығы бар осы деп ойладым мен, бірақ айтпайды. Анау қызметші қыз, сорлы қыз нақақтан нақақ жала жабылып, Уильямды Виктордың інісін өлтірді деген жаламен дарға асылады. Ал енді Викторды қараңызшы, сол құбыжықты жасап алды, ол құбыжық кісі өлтірді, бірақ бұл ештеңе деп айтпайды. Құр өзі ішінен мен желіндім, мен өзімді кінәлі сезіндім, мен соншама бақытсызбын деп. Әрине, отбасында оның соншалық бір ауыр депрессияда бақытсыз болғанын көреді. Әкесі айтады, енді балам айналайын қойсайшы, Уильямның өлгені рас, оның өлімі барлығымыздың қабырғамызға батты, бірақ саған соншама не болды, сен әлі жас емессің бе, әкеңді аямайсың ба, мені аямайсың ба деп. Бірақ әрине оның себебін ол әкесіне айтып түсіндірмейді. Осындай жағдай орын алады. Осындай жағдай орын алған кезде күндердің бір күнінде ол өзі жасаған құбыжығымен бетпе-бет келеді. Және ол құбыжығы кәдімгідей саналы, сырт келбеті адам қарағысыз, сондай жеркенішті құбыжық болғанмен санасы керемет жұмыс істеп тұрған. Біздің мынау искусственный интеллект бар ғой, artificial intelligence, тура сондай. Мен ойлап тұрмын да, бұның өзектілігі әлі де арта түседі. Бұл шығарманың себебі біз күнде қазір міне сол жасанды интеллектпен қатар өмір сүріп жатырмыз ғой. Тіпті сомен competition, жарысқа түсуге мәжбүрміз. Сондықтан бұл шығарманың өзектілігі күнделікті арта береді деймін. Сөйтіп құбыжықпен бетпе-бет келеді, отырады. Сөйтіп құбыжық деген өте саналы екен. Құбыжығы өз бетінше кітап оқып үйренген, әріп таныған, хат таныған, тамақ ішіп үйренген. Сөйтіп өзінің жаңа креатор жаратқаны Виктор Франкенштейн екеніне келеді. Айтады, қазір мен бақытсызбын. Егер де тағы бір құрбан болғанын қаламасаң, маған тез арада әйел серік тауып бер дейді. Соны жасап шығар дейді. Өйткені мен сен сияқты адамдармен, өзінің ана құбыжықтың да өте бір адами сезімдері өте жақсы, дамығанда қыздарды, келіншектерді бүйтіп көреді ғой. Енді ол жақыннан жүре алмайды, орманда тығылып жүреді, күндіз елдің көзіне түсе алмайды, өйткені оның бәрі құбыжық деп таспен атқылап, оқ мылтық атып соңынан қуады ғой. Бірақ ол кісі деп айтамыз, құбыжықтың жалпы қарсы жынысқа қарсы сезімдері бар екен. Оны кітаптың оқиғаның бойынан көре аламыз. Бірақ айтады, мен қарапайым әйелмен бірге бола алмаймын, себебі мені ешкім жақтыртпайды. Мен сияқты адамның әйелі болуға, мен сияқты құбыжықтың әйелі болуға ешкім келіспесі анық. Сондықтан мен өзіме лайық, өзім сияқты, бірақ құбыжық қарсы жыныстағы сондай бір құбыжықты жаратып берсең, мен онымен бірлікте өмір сүріп, бақытты болып, анау Амазонканың ормандарына дейін кетіп қаламын дейді. Виктор не айтарын білмейді. Бір жағынан айтады, егер сен бұны орындамасаң, оған да қоқан-лоққы көрсетеді ғой. Сен көрдің дейді, мен сенің бауырыңды өлтірдім, туған. Бұл бауырыңмен ғана тоқталмаймын, басқа да құрбандар болады. Сондықтан осы
оқиға келісті деп сөйтіп екеуі серттеседі. Виктор да жарайды деп қол алысады, көнеді. Жарайды, мен бір құбыжықты жасаған екенмін, онда саған серікті жасайын дейді. Бірақ жұмыс аяқталып қалған кезде Викторды бір күдік ойлайды. Ол ойлайды, жарайды, мынау саналы деп жасаған менің мақұлығым, мысалы жаратылыс, мынау құбыжық маған қоқаң-лоққы көрсетсе, бір кісіні өлтірсе, ертең бұған жасап берген серік, жаңа әйел заты болып саналатын құбыжық не болады дейді. Бәлкім оның бұнымен тұрғысы келмесе ше, онымен бірге болғысы келмесе ше, мынаның зұлымдығынан 10 есе, 100 есе залым біреу болып шықса, мен не істеймін дейді. Оның адамзатқа әкелетін қасіреті одан да көбірек болып кетпей ме? Ол менің мойныма жүктелмей ме дейді да, өзінің жасаған дүниесі жаңағы эксперимент лабораториядағы енді аяқталып қалған құбыжықтың формасын бытшытын шығарады. Оны екінші жаңағы әуелгі баста жасаған құбыжығы. Осы жерде бір аты да бермепті, сол Мэри Шеллидің бір минусы, құбыжыққа негізі ат беру керек еді. Сол құбыжық келіп оны көреді. Сен бұны істедің ба? Онда сен тиісті жазаңды аласың. Сен маған уәде бердің, маған әйел затының құбыжық жасап беремін дедің, бірақ оны істемедің, онда көрде тұр. Мен сенің тып-типылыңды шығарамын, жаныңды шығарып, жаныңды көзіңе өртем. Ертең үйленесің, үйленетін күні неке түні мен сенің қасыңда боламын дейді. Осындай сөзді айтады, және ол уәдесін орындайды. Себебі Виктордың атастырып қойған Элизабет деген қызы болатын. Қалыңдығы соны тойдан кейін неке түні сол Элизабетті бұл құбыжық өлтіріп тынады. Сөйтеді, сен бақытты болуға лайық емесің. Сөйтіп артынан құбыжық қашып кетеді, солтүстік полюске қашады, оның артынан Виктор қуалайды. Соңында қуып жете алмайды, ақыры Виктор өзі зорығып, суықтан, аштықтан арктический бір кемеде көз жұмады. Ал ол көз жұмғаннан кейін оны жасаған құбыжықтың өзі де жаңа кеменің палубасынан секіріп өз-өзіне қол жұмсайды. Соңында барлық өліммен аяқталады. Яғни құбыжықты жасаған ғалым да, құбыжықтың өзі де екеуі бірдей өледі. Сөйтіп оқиға осымен тынады. Енді бұл жерде бір айтатын мәселе, құбыжық туралы айттым, Виктор Франкенштейн. Бір нәрсені ұмытып қалдырдым, күшті бір нәрсе айтқым келіп отырған негізі. Виктор Франкенштейн. Бұл жерде жаңа характеристикасы құбыжықтың. Ол жарайды сырт келбеті ұсқынсыз, жеркенішті болса, өйткені ана терілерді жамап, ана жерден бір сүйек алып, ана жерден бір сүйек алып жасаған енді бір дүние ғой. Сондықтан болғанымен оның физикалық күші өте керемет екен. Жылдамдығы керемет, көз ілеспейді дейді. Мына таудың етегінен, таудың басына бүйтіп етегіне қарай жүгіріп өткен кезде дейді, көзді ашып жұмғанша көз ілеспейді дейді, жылдамдығына, шапшаңдығына өте тез жүгіреді. Сосын ыстыққа және суыққа өте төзімді болады. Қарапайым адамдарға қарағанда. Мына Виктор суықтан неге ол солтүстік мұзды мұхит жаққа қашты? Солтүстік полюске. Сөйткені ол өзі суықты көтере алады. Ол құбыжық. Ал әрине оны жасаған Виктордың суықты көтеретін дәрежесі жоқ. Сыртта бір 40 градус аяз болса, сырттағы адам мысалы көп тұра алмайды, үсіп өледі. Ал содан кейін төзімділігі мысалы ет жемейді екен. Вегетарианец екен, біздің құбыжығымыз вегетарианец екен. Сондай характеристикасы бар, өз ерекшеліктері бар. Ет жемейді, тек қана жидектермен, жеміс жидектермен ғана қоректенеді. Сондай бір күшті бір адамға альтернатива ойлап шығарған ғой, жасап шығарған ғой, жаңағы біздің Виктор Франкенштейн деген ғалымыз. Сонда суыққа төзімді, ыстыққа төзімді, аштыққа төзімді, жылдамдығы шапшаң, сондай бір шығарған. Әттең сырт келбеті ғана, сырт көрінісі ғана енді адам шошырлық. Енді бұл жерде әртүрлі философиялық тақырыптар бар ғой, мысалы. Адамдар көбіне адамның сыртына ғана үңілгісі келеді, бірақ ішіне бойлай алмайды, оны айтамыз. Немесе құдаймен жарысу деген сияқты, тіршілікте. Себебі технологияны бара-бара жасаған сайын, дамытқан сайын, бір нәрсеге қол жеткізген сайын біз өзіміздің белгілі бір дәрежеде
не деп жатам, шектерімізді бүйтіп зорлыға ашып жатырмыз десек те болады. Иә, белгілі бір шек бар, граница бар, бірақ соны одан асып өтуге тырысып жатырмыз, бірақ ол асып өткенде ол үнемі бізге жақсы бола ма, ол ылғи сұрақ. Даже мынау біздің жасанды интеллект әрине өте жақсы тараптары бар, уақытты үнемдейді, жұмысыңызды азайтып береді деген сияқты, бірақ оған қоса әрине бұл сыни тұрғыдан ойлау, оған тәуелділікті қалыптастырады, технологияға деген тәуелділік қалыптастырады, эмоционалдық интеллекттің мысалы жастарымыздағы эмоционалдық интеллект дәрежесінің төмендеп кетуіне алып келеді деген сияқты осындай екі жақты екі ұшты проблемалар бар. Сондықтан зерттеушілер, кітап талдаушылар айтады, осы жанр мынандай жанрды, Мэри Шелли мынандай жанрды дүниеге әкелді дейді. Мысалы технологияның адамзатқа зарар әкелетін, зардап әкелетін сондай бір жанрды дүниеге әкелді дейді. Ондай кинолар да бар ғой, мысалы iRobot деген кино, мысалы роботтар өзінен өзі көтеріліске шығып адамдарға қарсы шығады да. Сосын тағы да Терминатор, мысалы, соны бір күшті қылып Терминатор жасап шығардық, бірақ аяғында адамдарға өзі қарсы шапты деген сияқты. Сол сияқты мынау Франкенштейн негізі жалпы сол бүкіл оқиғалардың жаңағындай негізі болып табылады екен. Сондықтан аудармасын бәлкім оқимыз десеңіздер оқуларыңызға болады. Менің түйген ойым осындай. Ал енді ағылшынша деңгейіне келетін болсақ, тілі өте бай. Мен көптеген сөздерді білмеймін, бірақ өте әдемі жазылған. Мен көптен бері бұндай шығарма оқымаппын ағылшын тілінде. Сондықтан бұл С1 деңгейінде немесе С2 деңгейінде қызықты әрі тілі әдемі кітап оқысы келетін, ағылшын тілін білетін азаматтарға да ұсынатын кітабым. Сау саламатта болыңыздар. Егер менің түсірген видеоларым ұнап жатса, сіздерге лайк батырмасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.